Спандияр Көбеев. Қалыңмал романы. 6 бөлім. Кісілер тарағасын, Қожаш пен қасына еретін жігіттер аттарын алдырып, азықтарын даярлап, бір атты Ғайшаға бос алып, жолға шықты. Жақсы атқа мінген жас жігіттердің көңілі көтеріліп, өлең айтып, Қожаштан Ғайша жайынан әңгіме сұрап келе жатыр. Жолшыбай елсіз жерлермен жүріп, жанды қараға көрінбестен, арада екі қонып, 3-ші күні түнде Әлкен Біркеге жетті. Қожаштың келгеніне Әлкен Бірке қуанып, енді ат тынықтырып жатыңдар, өздеріңде тынығыңдар, деп Жүністі Амантай ауылына хабарға жіберді. Серғазы да Қожаштың келгеніне қуанып, даярлана берсін, деп Ақсұлу арқылы Ғайшаға хабар айтып, оны да қуантты. Ертең Итбайдікі қымыз мұрындық береді, кешке келсін, Қожашты өзің ертіп келерсің, деп Серғазы Жүністі қайырды. Ертеңіне кешке Қожаш жолдастары қасында Жүністі ертіп аяң жүріспен Амантай ауылының сыртына ел әбден жатқан кезде келіп тоқтап, Жүністі Серғазыға жіберді. Жүніс келгесін Серғазы тұрып, шам жағылы тұрған Итбайдікін көріп, қыз бен шешесі жатпай күтіп отырған шығар, сен барып аттың қасында қалдағы, мұнда Қожашты жібере қой, деді. Қожаш келіп Серғазымен амандасып болғаннан кейін екеуі далаға шығып, аяғын ептеп басып, Итбай үйінің арбасының түбіне таман жақындады. Арбаның түбінде бір сыпыра отырып, олай-бұлай жүрген адам көрінбегесін, Серғазы Қожашты арбаның түбіне тастап, өзі үйге қарай жүрді. Үйге жақындап құлақ салып тыңдаса, апасы мен Ғайша сыбырласып әңгімелесіп отыр екен. Төсектің үстінде қорылдап, шалқасынан түсіп Итбай ұйықтап жатыр. Бұлардан бөтен үйде ешкім жоқ. Қарақұл 5 күні өтіп, 6-шы күні келерсің деп Тұрлықұлға хабар айтып кеткен. Бөтен адам болмаса да, кіруімнің жөні болмас деп, даладан дыбыс берудің жөнін тағы табалмай, өздері далаға шықпас бекен деп, Серғазы арбаның түбіндегі Қожашқа қарай жүрді. Үйден арбаға қарай жүре бергенде, есік алдында үйген бір қаптай, тезектің түбінде жатқан Итбайдың кәрі төбеті, бөтен адамның иісін сезіп, тұруға ерініп, басын көтеріп, 1-2 рет үрді де қайта жатты. Қашан болса да, бөтен кісіні көргенде, бөтен итше шабаланып үрмей, иесіне сездіріп қана жататын алыпсоқтың әдеті еді. Көп сөйлесіп, жалығып, Қожашты күтіп отырған апасы мен Ғайша иттің даусын естіген соң, біреу-міреу бар шығар деп далаға шықты. Бұлардың далаға шыққанын көріп, Қожаш сабыр тұтып тұра алмай, ақырын ғана дыбыс берді. Бұл дыбысты естімей, Ғайша бірдеңеден қорыққандай апасына тығыла түсіп сыбырлап, әлгінде алыпсоқ кісіге үрген сықылды болып еді, апа ешкім көрінбейді-ау, деді. Жиен келген шығар, бір дыбыс шыққан сықылды болды ғой. Ғайшаның даусын анық естіген соң, манадан шыдамай тұрған Қожаш пен Серғазы дыбысын шығарыңқырап, отырған жерінен түрегелді. Бірін-бірі танып амандасып болған соң, Ғайшаның апасы алаңдап жан-жағына қарап, «Жиен, жалғыз келдің бе, жолдасың бар ма?» деді. «2 кісі жолдасым бар, олар сыртта тұр». Қожашты көрген соң, Ғайша қуанғаннан бір түрлі жүрегі лүпілдеп, тұла бойы мұздап, тоңған адамнан жаман дірілдеп тұра алмай тұрды. «Берегірек келіңдер», деп Серғазы бұларды арбадан аулағырақ шығарып алып, «Ғайшажан, сені Тұрлықұлға бергенің ішінде мен де бар едім. Сенің ренішіңді сезіп, көз жасыңа қалам ба деп жүредім. Одан бері мынау жиенмен көңілің қосылған соң, осы іске кірісіп жүрген мынау ағаң мен едім. Берілген уәде бойынша Көкшетаудан мына жиен келіп тұр. Қайтесің?» деді. «Берген уәдем уәде, көңілім көңіл, мен өлсем де осы жиенмен бірге өлемін». «Жарайды шырағым, олай болса енді үйіңе барып киініп келе қой. Мен бір жолата киініп келіп даяр тұрмын. Олай болса жол ақысы жүрсе бітеді деген сөз бар еді. Таң болса қысқа, енді жүріңдер, Құдай беттеріңнен жарылқасын», деп Серғазы орнынан тұрды. «Жүретін мезгіл болды, жолдастарым да алақтап тұрған шығар», деп қалтасына қол салып, «Нағашы, орамал тонға жарамаса да жолға жарайды деуші еді. Мына бір кішкентай», деп Ғайшаның апасы мен Серғазыға бүктелген қағазды ұсына берді. «Ойбай жиен, сенен еш нәрсе дәме етпейміз. Сендер бақытты болсаңдар, бізге сол болады. Бізде басқа тілек жоқ. Мұныңды қалтаңа сал. Енді тоқтамаңдар, жолдарың болсын», деп Серғазы асықтыра бастады. Ғайшаның апасы Ғайшамен амандасып, «Қарағым,
Енді Құдай бетіңнен жарылқап, бақытың ашылсын, деп қолын алып, бетінен сүйіп, құшақтап, құшағын айыра бергенде, артынан манадан бері тыңдап тұрған Итбай: Иттер, не қылып тұрсыңдар?" деп тұра ұмтылды. Бұлар бет-бетімен қаша жөнелді. Ғайша есінен танып сасқанынан қалшия қарап тұрып қалды. Ғайшаны білегінен ұстап, бір ауыз сөз айтпастан, желкеге екі түйіп үйге енгізіп, есікті сыртынан тастай қып бекітіп, өзі есіктің алдында жатқан бақанды қолына алып, аттаншылап айқалап, манағы жерге қарай кетті. Ол жерде ешкімді көре алмай, бір олай, бір болай жүгіріп, айқайлап, жау шапталап, ойбай салған бойымен үйіне келді. Келсе есік өзі байлаған қалыпта, қатыны жоқ, төрдің алдында үн жоқ, түс жоқ, буынын тоқтата алмай қалтырап тұрған Ғайшаны көріп: "Тұра тұр бәлем, әлі бұл күніңді де көзіңнен бір ұшқандай қылармын", деп зекірді. Есіктің алдына қайта шығып, айқайлап, Амантайды, Серғазыны шақырып ауылды басына көтерді. Іс бұзылғасын Серғазы Қожашпен үйдің сыртына таман еріп барыңқырап: "Жиен, енді бұл іс бұлай болды ғой, маға ренішің жоқ шығар. Бірақ күдеріңді үзіп тауың шағылмасын. Енді Тұрлықұлға барған соң аңдысаң, қолға оңайырақ түсерсің. Бір кемен ақылдаса кетерсің. Әзірге елге аман есен жетудің қамын ойла", деп аттандырып үйіне келді. Серғазы Амантайлап шақыртып жатқан дауысты естіп, еш нәрсе сезбеген кісі құсап Итбайдікіне қарай жүрді. Мезгілсіз уақыттағы дауысқа ауылдың әйел-еркегі тегіс оянып, Итбайдікіне жиналып қалған екен. "Не болып қалды, амандық па?" деп Серғазы да үйіне кіріп келді. Бір-бір баласын құшақтап, құлақтарын түріп Итбайдың сөзіне тамсанып қатындар отыр. Төрдің алдында ескілеу қой жүн шекпенін бүркеніп Амантай отыр. Анда-санда: "Бұл не деген сұмдық, бұл не деген пәле?" деп қояды. Былайғы жастар жағы елірсіп: "Кім екенін білдің бе? Қолға да түсіре алмай қалған екенсің, сойып алатын", деп кеукелесіп отыр екен. Итбай көрген-білгенін Серғазыға да баяндап өтті. Мана тұрған кісілердің кім екенін айыра алмай қалған екен. Итбайдан қорқып қатыны әлі үйге кірген жоқ. Манадан зарлап жылаған Ғайша керегені құшақтап әлі жылап жатыр. Бір-екі жас әйелдер төсекті жағалап, жұбатайын деп Ғайшаға жақындап: "Еркем, неге жылайсың? Жылама. Қой шырағым, бөтен біреу естісе ұят болар. Ағаң саған ұрсып отырған жоқ, апаңа ашуланып отыр, қой шырағым", деп жұбатқан болып еді, болмады. Бір сыпыра мезгілден соң Амантай: "Ғайшажан, жылама шырағым, мұндай іс әркімде де болатын, бір қате болған шығар, ештеме етпес, қой шырағым", деп жұбатқан болып еді, болған да болмады. Ғайша жұбатқанға болмаған соң Амантай: "Итбай, енді сен де қой. Қазақта мақал барда, адаспан деген жігітті қараңғы тұман адастырады деген. Сондай-ақ бір қате болған шығар. Келін де әйелдік қып баланы азғырған шығар. Кетіп қалса қайтер едің? Әзір амандық қой, ашуыңды бас", деп Итбайға қарай ауды. Біраз отырып: "Әлгі келін қайда екен? Ұялып үйге келе алмай жүрген шығар. Бар Жұмаш, шақырып келші, мына молдамен табыстырайық", деп көтеріліңкіреп қойды. Қатыны үйге кіргесін Итбай ұшып түрегеліп, манадан қысып тұрған ашумен қатынына оттың басындағы бір шаланы алып ұмтылып еді, жұрт жібермей тоқтатты. Жиылған жұрт Итбайдың ашуын тоқтатайын деп ана-мынаны әңгіме қып сөйлесіп таң атқанша отырды. Таң атқан соң Амантай: "Енді біз тарайық. Қалған 5-6 күнге берік бол Итбай. Сақтығыңның пайдасын бір көрдің ғой, өткен істі қозғап үй ішінің мазасын ала берме. Жұмаш, сен бүгін осында жат", деп далаға шығып қотанды бірер айнала айтақтап үйіне кетті. Қалғып-шұлғып отырған қатындар да ұйықтап қалған балаларын жылатып үйлеріне қайтысты. Ғайша жылап-жылап әбден талыққан соң көзі ұйқыға кеткен. Есікке ішінен кісен салып Итбай да жатып қалды. Ақсұлуды оңашада сабайын деп еді, Жұмаш бой бермей сабай алатын болмаған соң қойды. Амантай үйіне келіп қатынына: "Ғайшаны алып қашайын деп жүрген кім екен? Осы ауылда осыны білетін біреу бар ғой. Сен сездің бе қатын, Серғазынікіне же не қып келгіштеп жүреді", деді. Серғазы деген сөзді қатыны жаратпай: "Өзің алжиын деп жүрсің білем, мырза жігітте нең бар? Өз басың аман ғой, жай жүрсейші", деді. Бұл Амантайдың алғашқы қатыны ажар өлген соң алған тоқалы, өзі би кісі. Қатыны жақтырмаған соң Амантай жым болды. Талығып, ұйықтап жатқан Ғайша түс көріпті.
Түсінде Қожаш бұны алып қашып еліне апарған екен. Қожаштың аулы бір көлдің жағасында. Ауыл айнала жатқан мал. Өзін бір оңаша үйге енгізіпті. Үйдің іші тіреліп тұрған жасау. Бір босағасында иілмей тұрған қара саба. Үйдің іші толған қыз бозбалалар. Домбыра тартып өлең айтып отыр. Ғайша оларға қымыз құйып беріп отыр екен. Осылай отырғанда үйге екі көзі қызарған ұзын бойлы, жуан денелі бір шал кіріп келіп, Ғайшаның қасына отырды. Шал келген соң қыз бозбала асып-сасып бір-бірлеп үйден шыға бастады. Шалдан қорқып өзі де шығайын деп еді, отырған орнынан тұра алмай қалды. Енді есікке қараса, үсті-басы алба-жұлба, үйге кірге бата алмай Қожаш тұр. Есікке шал қараса, Қожаш кейін шегініп, Ғайша қараса берірек келіп, есікте көпке дейін тұрды. Ғайша: «Не қылып тұрсың жиен? Үстіңдегі киімің қайда?» деп есікке қарай бергенде, қасында отырған шал: «Онда нең бар?» деп ақырды. Шошып оянып кетсе, үйдің іші шай ішіп отыр. Итбай қатынына шаңқылдап ұрсып отыр екен. Әлгінің бәрі түс екенін біліп, неге жорудың ретін таба алмай, түндегі оқиға есіне түсіп, Ғайша теріс қарап жатымен түске дейін жатты. Апасы жанына бірнеше рет келіп: «Ғайшажан, тур, күн түс болды, шаршадың ғой, қалқам, үйге біреу-міреу келсе ұят болар, шайың қайнап тұр» деп еді. Ғайша: «Басым ауырып жатыр апа, тұра алатын емеспін» деді. Бір мезгілде Ғайшаның жанына Итбай келіп: «Тұрмасаң жат, сені мен Тұрлықұлға бергем. Тұрлықұлдан 40 матап 47-нің малғын алғам. Сен енді желіккен екен деп, мен енді Тұрлықұлдан айыра алмаймын, сүйгеніңе бере алмаймын. Ата-анасының берген жеріне разы болмай, кімнің қызы бетімен сүйгеніне кетіп жатыр. Осыдан өлмесең тұрма». Ол сіңірі шыққан кедейде Тұрлықұлдан артық не бар еді? Тұрлықұлдың малы анау, бағы анау, қарайған би болыс өзінікі, ақша десең ақша да сонда. Мен сені Тұрлықұлға бергенде ішер тамақ, киер киімнен кенде болмай, бара бәйбіше болатын жер деп бергем, деп ұрсып қатынына: «Тұр, бие сауайық» деп үйден шығып кетті. Бие саудырып жүріп, Итбай қатынына: «Басыңда бір шайна миың жоқ. Ит болмасаң, Тұрлықұл болмаса, осы малды бізге кім берер еді? Жан-жағыңа қарашы. Үліде бір үй болмаса, 12 бие сауып отырған кім бар? Қызыңды бір кедеймен қашырып жібергенде, ертеңіне Тұрлықұл келіп осы малдан түк тастамай айдап кетпей ме? Өзі азулы бай, қарайған би болыс өзінікі, біздің кімге төтеп бергенде шамамыз бар» деп Итбай ұрсымен болды. Бейшара Ғайшаның жарық күндері қараңғы болып, көңіліне қуаныш беріп сеніп жүрген ісі орнына келмей қалған соң, қайғырып, қапаланып, құр сүлдесі ғана жүрді. Байғұстың еш нәрсеге көңілі жар бермей, жөнді тамақ іше алмай, алмадай қызыл бетінің нұры солып, жұртта қалған қу шүберектей бозарып, өлім халіндегі ауру адамдай ғана күйі қалды. Жатса тұрса Қожаш есіне түсіп, көзіне елестеп, көңілінен еш уақыт кетпеді. Ғайшаны бұл халінде көрген адам қандай қатты жауыз болғанмен де, «Ей, бейшара-ай» дерлік болды. Бұл дерттің үстіне Итбай Ғайшаны күндіз көзіне екелі тасы қылмай, түнде есікке кісен салып жүретін болды. Тұрлықұл келетін күні Итбай аулынан кілем көрпе жастық жинап, төсеп үйді жайнатып қойды. 5-6 күннен бері жинаған бір сабақ қымыз елмей тұр. Сол күні дүниеге қолы тегіс жеткен адамдай көңілді, қуанышты жүрді. Түс ауғаннан былай қарай үйде дамыл көріп отыра алмай, далаға бір шығып, үйге бір кіріп, Тұрлықұлдың келетін жағына арбаға шығып қарап, тынышсыздана бастады. Екіндіден жоғарырақ шаңдатып келе жатқан екі арбалыны көріп, арбадан секіріп түсіп, сүрініп қабынып үйге кірді. Күйеу келіп қалғанда: «Қатын, сен не қылып отырсың? Тур, Ғайшаны Амантайдікіне апар, сонан соң келді, сабаны пісе бер. Тур, тур!» деп өзі қайта далаға шықты. Есік алдында тұрып Итбай дауыстап: «Күйеу келіп қалды, түсіріп алайық, мұнда келіңдер» деп Амантай серғазыны шақырды. Итбайдың дауысын естіп, Амантай асып-сасып қысты күні Тұрлықұлдан киген киіт шапанының бір жеңін киіп, бір жеңін кимей сүрініп қабынып үйден шықты. «Келіп қалды ма? Қай жерде келе жатыр?» деп Амантай да асып-сасып күркілдеп жатыр. «Келді, шаңдатып келе жатыр». «Ай, әмеке-ай, қанша айтса да бай жақсы-ау.
Кедей болса арғын көтке түртіп итпектер еді. Ана қарашы, бұрқыратып келе жатқанын. Деп Итбай қырдан құлаған қара жолға қарап қолын шошайтты. Итбайдың даусына жалғыз Амантай емес, ауылдың бала-шаға, қатын-қалаштары да жиналып қалды. Құда күйеу де келіп үй сыртына оңашалау тұрған арбаға тоқтады. Итбай жүгіріп барып, қолын қусырып, Тұрлықұлға сәлем беріп, қолын алып, қолтықтап түсіріп, жалпақтап жатыр. Әбіш құды Амантай құрметтеп алып, амандасып, бұда жалпақтап қалды. Амандасып болған соң Итбай қонақтарды үйге қарай бастады. Түксиген қалың қабақты, сақал мұрты бұрылданған еңгезердей жалпақ мұрыншалды көрген жас әйелдердің бір сыпырасы «Мұның байлығы құрсын!» деп, кейбіреулері «Еркемнің садағасы кетсін!» деп беттерін шымшып үйлеріне кетті. Сол кеткеннен бұлар ерке жанды малға қызығып, өлерде шалға бергені несі деп ойын тойға келген де жоқ. Үйге таман келе жатып Әбіш қу: «Молда, ана жетектегі қара құнажын тойға союға әкелген малымыз еді. Жетектен шештіріп алып бөлек байлатасыз ба? Қайтесіз?» деді. Байталдан көзін айырмай тұрған Итбай: «Жануарды кісінің көзі қиып соятын мал емес екен. Жұмаш, ана байталды ана арбаға байлашы», деді. Кісілер шешініп отырмастан-ақ Итбай қатынына: «Тұр, мынау күйеу құдамызға қымыз құй. Күн ыссы, бай шөлдеп келген шығар, шайды асықпай қоярсың», деді. Қымыз ішіп отырғанда Итбай Тұрлықұлдан амандық сұрап отырып: «Бай, биыл неше құлынды биеңіз бар?» деді. Амандықты айтып, биенің санына келгенде Тұрлықұл күрмеленкірей беріп еді. Әбіш отырып: «Байдың несін айтасың? Биыл тайнай дейінің құлындады, 300-ге тарта бие шығар», деді. Итбай көтеріліңкіреп Амантайға қарап: «Бізге соның жартысы бітсе де жарар еді-ау, әмеке, деп жымыңдады. Құдай бұйырса бітер», деп Амантай аяғын босатты. Кісілер қымыз ішіп, әзілдесіп, ойнап күліп отырып, салқындайық деп далаға шықты. Далада бұлар тек отырмай, жұмыстарын бітіре отырды. Әкелген кәделерінің жөнін естіген соң Итбай: «Бәрі де жарайды ғой. Ит ырылдатар, бақан аттар, құл ұстасар, отыққа құяр деген ырымдарың бар шығар. Бірақ біздің бала байдың астынан ат мінем, үстінен киім аламын дейді. Оның реті қалай болар екен?» деді. «Мұның мәнісін мен білмеймін. Күйеуіңмен сөйлесіп көрейін. Сіздің қалаған үлкен жирен мен ұрсақ торыны бермес. Берсе, қарақыл мінетін аттар бар ғой», деп Әбіш жер шоқып төмен қараған болды. «Ой, құлағыңды ұрайын. Екі мәстекте не тұр еді? Жылатып, сықтатып, ғайшамды да берейін деп отырмын ғой», деп Итбай орнынан тұра келді. Амантай: «Қайда барасың, молда, отыр. Ашуланғанмен көрмейтін жер емес. Бай естіп ашуланып жүрер», деп Итбайдың етегінен тартты. Бай деген сөзді естіп, төбеге ұрғандай отыра қалып: «Тәйірі, атты мен қайтейін, әлгі бала болмаса», деп кебіжіктей берді. «Ат туралы мен баймен ақылдасайын», деп Әбіш Тұрлықұлға барып, Итбайдың сөзін айтып еді. Бай ашуланып: «Осы иттің қызына бергеніміз аз ба? Болмаса менің малыма қыз табылмайтын беді? Неге маған бұлдана береді? Ерегіссе мен мына малымды айдап кетермін», деп қылқанын тікірейте бастады. Әбіш: «Қой бай, ашуланбаңыз. Бітейін деп тұрған іске білте салмаңыз. Жалыныштымыз ғой, бұған жылқыдан бір бесті беріңіз, киім дегенге 10 сом ақша беріңіз. Қызын алған соң бізде құйрықты сыртқа салармыз», деп ақыл салды. Бай ашуын баса алмай, бір сыпыра зіркілдеп отырып әрең көнді. Ат пен ақшаны естіген соң Итбай құлдық ұрып қалды. Түнде кісілер қонаққасын ішіп жатқан соң Итбай Амантай мен Серғазыны оңаша шығарып алып, тойды қалай істеп, қалай қоямыз, деп ақылдасты. Амантай тұрып: «Той деген не? Ертең ана келген байталды жаныңа қалдырда, бірер қой сойып, осы өзіміздің ауылдың шалдарын шақырда, батасын алып балаңды жөнелт. Үлкен той қылып топыр сайланған соң, былтырғы құдабайдың тойынша төбелес болады. Ішкен мас, жеген тоқ, уақыт жоқ, сөйтіп арты бір жанжал болар», деді. Байталды жаныңа қалдыр деген сөзді Итбай теріс көрмей: «Өздеріңе ұнаған маған да ұнайды ғой», деп сөзді көңілсіздей шобалта салды. Турарда Итбай Серғазыға: «Шарағым, сен әмекең үйіне барып, Ғайшаның жылауын қойдыршы, ана кісілерден ұятта», деді. Кешеден Ғайша дың татпастан жылап жатқан. Төсекте жатып Итбай қатынына сыбырлап: «Сен қатын, тұр, Серғазының үйіндегі келінге бар,
Ғайшаны әкеліп Тұрлықұлдың қасына жатқызсын. Бойы үйренуге жақсы ғой, бар, деді. Не болса да барған соң біржолата көрер, деп Ақсұлу Итбайдың сөзін жаратпай теріс қарап ауыр күрсініп жатты. Қатынымен жанжал шығаруға Итбай да ұялып, дымы құрып көрпесін серпіп тастады. Бір сыпыра жатқан соң Итбайдың көңіліне қорқыныш кіріп, әрнемені бір ойлап, өткен түндері есіне түсіп, түйткірсіп ұйықтай алмады. Ғайшаны қашайын деп жатқандай көріп, ой бір масқара болармын, 2 түнге ұйықтамай-ақ қояйын, амандық болса ұйқы қанар, деп жатқан жерінен түрегеліп, сол түнді ұйықтамай Амантай үйін айнала жүріп, таңды көзімен атқызды. Екінші түнді де солай өткізді. Күндізгі той болмаса, түнгі ойын болмады. Итбай мұратына жетіп, Ғайшаны жөнелтіп, қарасы көрінбей кеткенше қарап тұрып, әбден көрінбей кеткен соң, деп демін бірақ алып, жат жұрттыққа жаратылған бала деген осау, қызды бала деп асыраудың керегі жоқ қой өзі, деп үйіне кірді. Ғайшаның арбаға мінерде жылауға да шамасы келмеді. 5-6 күннен бері жөнді ас ішпей, жылаумен болған байғұс бүгін талықсып, ессіз адамша сенделіп кетті. Апасы апарып салған соң, бір жеті қонып еліне қайтты. Апасы кеткен соң, өзін айнала жаудың ішінде қалғандай көріп, жатса тұрса қожашты ойлап, ешбір хабар болмаған соң, күннің көбін жатумен өткізіп жүрді. Ғайшаның бұл ісіне Тұрлықұл разы емес, өзіне көңілі толмай жүргенін әбден білді. Тұрлықұл бұрын, кедейдің қызы ғой, мына дәулетті көрген соң, менің шалдығым есінен шығып, елігіп кетер, бірте-бірте үйренген соң аяғымды сипап, мәсімді тартып күтетін болар, деп ойлаушы еді. Жоқ, ол ойдан шықпады. Мұны әуелі бір тәтті тіл, жұмсақ көңілімен алдап көрейін, деп олай өтсе, бұлай өтсе, Ғайшаның асты үстіне түсіп бәйек бола бастады. Бір мезгіл қасына отырып, басың ауырып жатыр ма? Неге көңілің шабады? Шай қойдырайын ба? Ет астырайын ба? Деп те сұрап қояды. Елге келген бір саудагер ноғайдан жаңа көйлек, қырмызыдан қамзол әперіп, керегіне жұмсарсың деп 10 шақты теңгенің күмісін де беріп қойды. Бір жетідей өстіп көрген еді, Ғайша оған елігетін болмады. Ғайшаның қалпын көрген соң Тұрлықұл, қой, аюға намаз үйреткен таяқ, деп еді, бұл күңді қорқытып көрейін деген ойға келді. Бір күні жоқты сылтау қып қорқытып та көрді, болмады. Түнде бөлек жатқан жерінен сүйреп төсегіне жатқызып та көрді, болмады. Осымен 7-10 күнде өтті. Сорлы болған Ғайша басқа түскен іске көнбегенмен амал жоқ. Сүйектен өткен сөзбен еттен өткен таяққа шыдап жүрді. Бір күні күндіз ыссы дала шаңқай түстің талмау мезгілі. Бай іргені түрдіріп, қарнын сипап жатқан. Ғайша аз үйде беті қолын жуып отыр еді, қойшы бала келіп, «Апа, сен не білдің? Менің саған бір сөз айтқым келіп тұр», деді. «Не айтасың? Айта ғой», деп Ғайша таң қалып қойшының бетіне қарады. Қойшы бала есікке қарап, «Осы қоттанның шетіндегі ана үлкен қара үй біздің үй. Біз осы ауылда 2 жылдан бері қоңсылықта отырмыз. Біздің Бірке дейтін жиеніміз болатын. Ағам сол жиендікіне амандыққа барып бүгін келіп отыр. Бірке саған сәлем айтыпты. Қожашты ертіп бүгін түнде келемін, саған даяр тұрсын депті. Олар келе қалса, мен саған хабар беремін. Менің хабарым көз қысқан болар», деп біреу естіп қалған жоқ па деген кісіше жан-жағына қарап, жымиып күлді. Ғайша, «Қойшы», деп нанарында, нанбасында білмей, ішіне немқұрайдылау қып, «Жарайды», деді. Осыны айтып қойшы бала шығып кетті. Мұны естіген соң, Ғайша рас екенін де, өтірік екенін де біле алмай ойға қалды. Қойшы баланың осы ауылдың қоңсысымыз дегені расау, сірә әнеу күні Тұрлықұл ұрысқанда, қаңғырға неме, көл қылып ұшырып жіберейін, деп жатыр еді, қоңсы болса қоңсы шығар. Рас болғанда, қалқамның тауы шағылып, мені ұмытпай жүрген ғой. Қайткенмен де даяр тұрайын, деп көңілі селт еткендей болды. Кешке байдың төсегін салып жүріп, қойшы бала Ғайшаға қарап көзін қысып, бетін тыржаңдатып қояды. Бай төсегіне жатқасын, қойшы бала көрпесін жауып, қолмен нұқылғандай болып, Ғайшаға қарап көзін тағы бір қысып, далаға шығып кетті.
Күндегі қалыппен Ғайша бір сыпыра отырып, қойшы бала кіріп шығып көзін қысып дамыл бермеген соң шапанын бүркеніп далаға шықты. Қойшы балаға еріп үйден әу дегенде жерге шыққанда қараңдаған екі кісінің қарасы көрінді. Жақындап келіп қожашты танып, Ғайшаның жүрегі лүпілдеп, буыны қалтырап, мойнына қалай асылғанын білмей де қалды. Шамасы келіп айтқан сөзі «Ғашығым, теңім, құтқар» деген сөз болды. Көңілсіз болып жүрген Тұрлықұлдың далаға шыққан Ғайшада жұмысы жоқ. Бәйбішесін есіне түсіріп, баласы жоқтығы да көңіліне кіріп түрлі ойға түсті. Жас қатын құшақтап, көңілімді жасартар, есті болам ба деп бұл қатынды алып едім, оның жөні келетін емес. Бұл қатын бұлай болғанда осы күнді өзіне көп қылайын. Егер бұл қылығын қоймаса, осы малдың арқасында тағы бір қатын алайын. Сөйтіп мұны күн есебінде жұмсайын, деп ойлап жатып, көңілін жұбатқандай болып, көз ұйқыға кетті. Таңертең бай далаға шығайын деп тұрса, күндегі бүк түсіп жататын жерінде Ғайша жоқ. Босағада қойшы бала жатыр. Қойшы баланы оятып, «Әлгі осы үйдің қатынын көрдің бе?» деді. «Жоқ, түнде төсегін салып беріп жатқызып, есікті байлап шамды сөндіріп жатқам, сонсын білмеймін», деп қойшы көзін уқалай тырбана түрегелді. «Тур, осы маңайды байқашы», деп далаға шығып келіп жатайын деп еді, түйткілсіп жата алмай киіне бастады. Далаға шықты. Маңайда Ғайша көрінбейді. Ауыл үйден іздеп кеткен қойшы бала да келді. Ғайша жоқ. Тұрлықұл бір сұмдықтың болғанын біліп, ауыл адамдарын шақыртып алды. Ауыл тегісімен жиналып келгеннен соң, «Осы ауылға бесауыт келген адам бар ма?» деп тасбақадай қағыстырып тексере бастады. Ондай сезікті еш нәрсе таба алмаған соң, «Жылқыны ерте әкелсін», деп хабар беріп, ат алдырып жан-жаққа іздете кісі шаптырды. Бір кісіні Итбайға жіберді. Түске дейін іздеп жоқшылар таба алмай келген соң, бұл қожаштың ісі екенін біліп, болыс билер дос-жарларын шақырта шапқын жіберді. 3-4 күннің ішінде Тұрлықұл ауылының үсті опыр-топыр болды. Тұрлықұл қатыны кеткені намыс көрген би-болыстар, байлар қорықса да, сыйласа да ағайын туғандары жиналып келді. Жалғыз-ақ жартастағы ағайыннан жан жоқ. 2-3 кісі жібергенге келмеген соң, Тұрлықұл әдейі Әбішті жіберді. «Бар, ел мекен, жау мекен, соны біліп кел», деді. Әбіш барып, «Ағайын емес педік, ер намысы ел намысы деген қайда? Тұрлықұлдай байымыздың қатыны кетіп жатқанда шақырса да келмедіңдер. Ел екендеріңді, не жау екендеріңді өз аузыңнан біліп кел» деп игі жақсы би-болыстар жіберіп отыр мені, деді. Жартастың қызыл сирақ кедейлері, бірке әлкен жүніс бас болып, медеу дейтін ел кедей болсақ та, біз де Атығайдың бір баласы емес педік. Жазығымыз жоқ еді, бірақ 5-6 жылдан бері қарай Тұрлықұл бізге не көрсетпеді. Содан бері біз де жаумыз. Бастаған өзі. Кедей ағайынның басына күн туғанда ғана тапты ма? Жесір намыс болатын болса, ана жылғы біздің жесірімізді қайтарсын. Жер намысы болатын болса, кең шалғынды қайтарсын. Нанса, бұл іске біздің қатысымыз жоқ. Нанбаса өзі біледі. Бірақ тендігімізді алмай, бізге ағайыншылық та жоқ. О да есіңде болсын, міне, біздің айтарымыз осы, десті. Менің білейін деп келгенім сол еді, деп ылғи кедейдің ыңғайын танып, бөтен сөз айтпай Әбіш аулына қайтты. Әбіш келіп, медеуден келмей жатқан мәнісін айтқан соң, бастығы Тұрлықұл би-болыстар болып күрілдесіп, пәледен пәле тастамай орнатпақшы болып, бірке әлкендердің басын Сібір жібермекші болып, «Қой, ол қолда ғой, мынау ісімізді реттейік», деп ақылға салды. Жиылған жұрттың бір сыпырасы, «Сайлап 40-50 кісі аттандырып, таза сол қатынды тартып алайық», деді. Бір сыпырасы, «Кісі аттандырып, ел шетіне мал алдырсақ, сол қатынды еңбексіз, толғақсыз өзақ әкеліп тастамай ма?» деді. Оны да қойып, мұны да қойып, кісі жіберіп, алдынан өтсек қайтеді. Бір тентектің ісіне бола ел арасына от салмас, қатынды қайрар, дегендер де болды. Әрі ақылдасып, бері ақылдасып, одағы ел ғой, оның да игі жақсылары бар ғой, ең әуелі алдынан өтуіміз жөн болар, деп қасына 5-6 ақсақал ертіп,
әбіш Байғазыны жібермекші болып, бір жетіден бері опыр-топыр болып жатқан жұрт тарқасты. 2-3 күн сайланып, жандарына жол білетін 3-4 жігіт ертіп, небәрі 10 шақты кісі болып Байғазы әбіш қарауылдан жесір даулай шықты. Болар тұра жүріп отырып, Мырзаш дейтін болыстікіне келіп түсті. Жөн сұрасып, келген жұмыстарын айтқан соң, Мырзаш Алшаңды тағы бөтен ел адамдарын шақыртып алып, кісілердің келген жұмыстарын айтты. Алшаң тұрып, жарайды, мұндай бұрынғы соңғылықты болатын. Іргелес отырған елдің азары болса да безері болмас деген. Ахмет, сен бас болып мына кісілердің шаруасын бітіріңдер, деді. Қожаш Ғайшаны алып келгеннен бері қарай, билері алатынын алып, даушыға айтатын сөзін ақылдасып, бір ауызды болып қойған ел бірер күн сөйлескен болды. Жиналған ақсақалдар, келген жесірді қолдан бере алмаймыз. Беретін тендігіміз де жоқ. Ол елде біздің де талай тендігіміз кеткен. Би болыстар алдымен соны әперсін, болмаса біздің бітіміміз жоқ, деп Ахметті билерге қайтарып жіберді. Ахмет Байғазы әбіш Мырзаш Алшанға келіп сөз бастады. Біз жиылып, 1-2 күннен бері қарай әрі сөйлесіп, бері сөйлесіп, еш нәрсе бітіре алмадық. Көптің айтатыны мынау. Іргелес отырған 2 елдің арасында мұндай жесір дауы жалғыз бұл емес. Ертеден үзілмей келе жатқан ауру ғой, дейді. Оның бер жағында жесір керек болатын болса, Байеке мен әбең су асып, дау қуып келген соң, елдің міндетін алып келген шығар деседі. Іс бітіру деген жақсы нәрсе. Елдің тыныштығы біздей шаруаға керек қой. Өткенді теріп сүйместің ісін істемейік. Байекен мен әбен алдыңғы соңғы 2 жылдағы жесір дауын бітірсін. Сонсоң бұл жұмыстың бітуі оңай ғой, деседі. Ана жылғы Қызбадан келе жатып, Тұрлықұл ақсақал тоқтыны місе тұтпай, жөнді қонақасы бермедің деп, біздің жаман қойбағардың атын барымталап сіңіріп кетіп отыр. Оған не айтады екен, әбең мен Байекен, дейді, деп Ахмет сөзін тоқтатты. Бір кезде Алшаң қысылып, қынжылғандай боп сөз бастап, жұрттың бұл не қылғаны? Ахмет, сен әлі де болса да бар. Ант алмай ат шаппас деген. Бір тентек үшін елмен жауласып қырыламыз ба? Қайтарсын Байғазының жесірін, деді. Ахмет тұрып, елге баратыны жоқ. Елдің сөзі қысқа. Үзілді кесілді әлгіні айтты да, опыр-топыр болып осында қырыламыз ба деп, өздері тарап кетті, деді. Онда сөз бітті ғой, деп Алшаң жанында тұрған жастыққа қисая кетті. Елдің ыңғайын байқап, іс бітпейтін болғаннан соң, енді бетімізден көретін болдық қой, деп тістерін қайрап, Байғазы әбіш Жолшыбай қона түстене елге қайтты. Байғазы әбіш елге келген соң, Тұрлықұл ызаға, намысқа шыдай алмай, тағы да ат шаптырып, өзіне қараған би болыстарды елді жинап алды. Жиылып келген жұртқа Тұрлықұлдың айтқаны мынау болды. Біріншіден, қызын желіктіріп қашырып жіберіп отырған Итбайдың өзі болмағанмен қатыны. Одан малымды алып беріңдер. Тағы сол Амантай аулында Серғазы дейтін бір неме осы қатынды азғырушының бірі деп естимін. Одан ат-тон айыбымды әперіңдер. Екінші, сіздерден бір тілегім. Кеткен қатын кетсін. Мынау қарауылдан кегімді әперіңдер. Сол 2 тілегім бар сендерден, деп түксиген қабығын қарс жауып төмен қарады. Жиналған жұрт әрі-бері сөйлесіп, қарауылда мал алдырмақшы болып, одан келетін пәле-жалаға Тұрлықұл болыс Байғазы Құрымбайлар ие болмақшы болды. Жұрт барымтаға аттануға сайланып жатқанда, Итбайдан малды қайырып, Серғазыдан айып алмақ үшін Байғазы әбіш кетті. Бұлар Амантайдікіне түсіп, келген жұмыстарын айтты. Амантай момын шаруа болғанмен де намыскер, табан жолына мықты кісі еді. Кісілер асын ішіп болғаннан соң, Амантай Байғазы әбішке, сіздер отыра тұрыңыздар. Мен Итбай мен Серғазыны шақырып алып, сіздің жабдығыңызды сөйлесейік, деп далаға шығып, Серғазы Итбайды шақырып алды. Ағайындар шақыртып алып, таң атқанша оңаша кеңесті. Бұл кеңесте жиналған момын шаруалар, жазығымыз Тұрлықұлдың жасына қарамай қыз берген едік. Құрықсақ, сыйласақ та би болыстардың тілегінде болған едік. Келсе жалпылдап қонағасымызды берген едік. Енді мұнысы қалай? Десті. Жұмаш тұрып, қолына берген соң қатыныма ие болмадың деген Тұрлықұлдікі не сөз? Аттың айыбы не? Деп шаңқ ете түсті.
Серғазы деген не сөз? Қыз бен жігіттің бозбалашылығының тетігі осында ма еді? Деп Сәрсенбай да ереуілдеді. Олай-бұлай сөйлесе келгенде жиналған шаруалар: қой, Тұрлықұл мен би-болыстар дегенін істеп отырсақ, ел екен де дегенін істемесең жау екен. 4-5 жыл араздасқан медеуге де ештеме қылып отырған жоқ. Сол медеу біз сықылды момын шаруа ғой. Барып қосылайық та тілектес болып отырайық, Құдай сақтар, деді. Жиылған жұрттың бұл сөзін Амантай да ұнатты. Ертеңіне мал түгіл айыпты ала алмай, Байғазы мен Әбіш қайтып келе жатып: бет қайтыс бола берді-ау, қырсыққа бастаған бір жұмыс болмаса жарар еді, деп мұңайсады. Амантай Серғазыны шақырып алып: сен жаныңа мына ауылдан кісі ертіп, медеумен сөйлесіп кел, мән жайды айтарсың. Іргелес отырған ағайынды момын ел ғой, уәдені нық байлап кел, деді. Серғазы 10 шақты кісі болып барған соң, жартастағы ел: бізге де дос табылатын күн бар екен ғой, деп қуанысып, жібермей 2-3 қондырып, лағы бар лақ сойып, тоқтысы бар тоқты сойып, сыйлап қайырды. Жұрт шөпке түсер кезде кең шалғынды шабуға Серғазы 30 орақшы берді, ішінде Итбай мен Қарақұл да бар. Осы қылыппен медеуге де ел табылып, бұрынғы билеп төстеп жүрген елінен айырылып бара жатқасын, ақыры қалай болады деген ойға қалып, алдыңғы болашақ істі еске алып, болыс енді кең шалғынға бой сала қоймады. Байғазы Әбіш келе даярланып тұрған барымташыларды аттандырды. Қалған жұрт аман мал әкелсе екен деген тілекте. Бұлардың тілегі де болды. Көп ұзамай-ақ барымташылар 150-дей жылқыны айдап келді. Барымтаның ақыры мұнымен біткен жоқ. Қарауыл да тек жатпай, ел шетінен ода мал алғызды. Бұл барымтаның ішінде біреудің жалғызы, біреудің екеуі кеткендер не сан. Барымтаның сорангелдесінен адам өлі де болды. Сойылға жығылған не сан. Істің басы барымта болса да, аяқ жағы барымта сылтаумен ұрлыққа да айналды. Тұрлықұл мен Байғазының 200-дей жылқысы барымтаға түсіп, сағы тағы бір сынды. Барымта 5-6 жылға шейін созылып, екі елдің тынышы кете бастаған соң, араларына ара елден кісі жүріп, барымта сырымтаны тоқтатып, алыс беріссіз екі елді бітірді. Байғазы Есмұраттың келіні Жібекті ешкімге бере қойған жоқ еді. Жиенбай 100 теңге ақша мен бөтен малға разы болғанымен, қаракер атымды қатынсыз өтсем де бере алмаспын дейтін. Қорымбай: өзің аман болсаң, ат табылмаушы ма еді? Байғазыға атыңды бер де қатын ал, дейтін. Есек дәмелі болып Байғазы жүрішеді. Бір күні Байғазы шалқанды Жібекке жіберіп: келін, ана мынаны қойып Тұрлықұлға тисін. Болмаса басып көктеп Есмұраттың өзіне қосамыз. Таңдауы өзінікі. Осы екі таңдаудың екеуіне де көнбеймін деп ақылсыздық қылып жүрмесін, деп сөз салды. Есмұраттың келіні 20-23-ке келген кісі еді. Өзі тым күйеу таңдамастықта әйел емес еді. Шалқаннан байдың сәлемін естіген соң, әрі ойлап, бері ойлап, әлде кімге қосақталып кетем деп, тием деген уәдесін берді. Байғазы Тұрлықұлды шақырып алып, Жібекті арбасына салып жіберді. Есмұрат: мені қайтесің, деп жылап келіп еді. Сен, ит, өз қатыныңа ие болсаң жарамай ма? Деп Тұрлықұлдан бірлі жарым қара әперіп, оның көңілін тапты. Бұдан кейін 10 жыл өтті. Шөпті аяқтап, егіннің піскен кезі еді. Таласа біткен, жыныстай қайың мен қарағайлы ағаштың алаңқасында, қыстаудан шақырым жарымдай жерде, ортасында жалтыраған суы бар томардың жағасында, қоңырлау 5 қанат үй түгілі тұр. Бала жасырынатын сыбызғы қурай мен сарбас жоңышқаны сызып, арқасы ғана көрініп, үйден шақырым жарымдай жерде ірілі уақты 10 шақты сиыр жайылып жүр. 3 құлын байлаған желінің басында 7-8 жылқы үйездеп тұр. Майыса біткен шие мен бүлдіргенді араласаң, тізеден төменгі жерің қанға малғандай болады. Томарды жағалап, иығына орағын салған орта бойлы бір кісі үйге қарай келе жатыр. Үйдің жанында беттері қызарып, шекелері торсықтай-торсықтай 2-3 бала ойнап жүр. Осындай көңілді жайда тігілі тұрған үй кімдікі? Мынау сүйкімді үріп ауызға салғандай балалар кімдікі? Малдары қалай ажарлы, семіз еді? Бұл тігілі тұрған қожаштың отауы. Иығына орақ салып, шөптен келе жатқан да сол. Үріп ауызға салғандай балалар да қожаштікі. Ғайшасы үйде шай қойып жатыр.
Үйді айнала жатқан мал өздерінің табан ақы, маңдай терімен тапқан малы. Жарайды жігіт, қайырлы болсын тұрмысың.